Epson L3150 принтерін қалай Wi-Fi директке қосамыз? Ол үшін осы екі батырманы бірдей етіп, шамамен 5 секундтай ұстап тұруымыз қажет. Содан соң Wi-Fi батырмасының қасында тұрған осы кнопканы басамыз. Оны да шамамен 5 секундтай ұстаймыз. Принтер қашан қағазды алып кетеді, сол кезде ғана қолымызды жібереміз. Сізге барлығы 3 қағаз шығарып береді, бірақ оның бізге керегі тек бірінші беті ғана. Осы бірінші бетінде Wi-Fi-дің аты және оның коды болады. SSID бұл Wi-Fi-дің аты, ал password Wi-Fi-дің коды. Принтерді соткамен басқару үшін осындай белгі жанып тұру қажет. Бұл приложение телефон арқылы принтерден қағаз шығартуға көмектеседі. Ол үшін бұл приложениені Play Market'тен немесе App Store'дан жазып алыңыз. Содан соң настройкаға кіріп Wi-Fi-ді таңдайсыз. Менде бұрыннан бұл Wi-Fi қосылып тұрғандықтан пароль сұрамай бірден кіріліп кетеді. Epson iPrint'ке кіріп, енді принтерді таңдайтын боламыз. Принтер готов деп шықты, енді телефон арқылы оңай қағаз шығарта аласыздар. Видео ұнаған болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.